Сәлем достар, біз бүгін енді осы D12 12-ші сабақтың сөздерін толығымен аяқтатамыз. Толығымен бітеді. D12 你在哪儿学习? 12-ші сабақ, сіз қайда оқисыз, үйренесіз. Так, бұның бірінші сөзі, біз сіздерге бүгін 6 сөз екен тоже. Бірінші сөзі шин дейді. Шин дегеніміз жаңа. Мысалы, шин, мысалы, келесі сөз екеуін біріктіріп сөз қыл сөйлем қылып бұрайық. Мысалы, шин жаңа. Мысалы, оны жаңа деген сөз көп нәрсе қолдарды. Мысалы, шин ифу, жаңа киім. Шин пыңйоу. Пыңйоу деген есімізде бар ма? Дос. Пыңйоу, шин пыңйоу болатын болса, жаңа дос. Келесі, мысалы, тоңшуе екінші тон. Шин дегеніміз бірінші тон екен. Тоңшуе екеуде екінші тонмен тұр. Тоңшуе класстас. Тоң дегеніміз ортақ. Коллектив ортақ деген мағынада білдіреді. Шө үйрену, ортақ үйренуші, ортақ оқитын, бірге үйренетін кісі деген сөз. Ол кім? Класстас. Қытайда қазақтар көбінде сабақтас деп айтады. Бірге сабақта неде отыратын. Ал біздің осы Қазақстанда қазір қалай айтады? Класстас. Мысалы, шин тоңшуе болатын болса, жаңа класстас. Мысалы, шин тоңшуе. Шин тоңшуе болатын болса, жаңа класстас. Немесе мінесе тоңшуенің орнына пыңйоу. Шин пыңйоу болатын болса, жаңа дос деген мағынада қолданылады. Так. Келесі сөзіміз бізде тоңу. Мен тоңды ғана жазып кеттімде, шөні жазған жоқпыз. Өйткені біз шө деген сөзді көп үйрендік. Бұны енді жазылуын өздеріңіз біледі деп ойлаймын. Осы кезге дейін оқып келген балалар болса. Так, келесі тоңу. Екінші тон, бірінші тон. Тоңу, бірінші тон. Тоңу дегеніміз, у дегеніміз. Үй, комната деген сияқты мағынаны білдіретін жерде, бөлме деген сияқты. Ал ортақ бір бөлмеде тұратын, бір комнатада тұратын. Оны немене комталас, бір жатақта бір бөлмеде комталас, бірге тұратын адамды айтады. Тоңу, бірайша айтқанда комталас, бөлмелес, бір бөлмеде тұратын адам. Мысалы, шин тоңу болатын болса, жаңа комталасымыз. Жаңа комтада, жатақта бірге тұратын адамды айтамыз. Келесі сөз бізде пән, бірінші тонмен. Пән дегеніміз немене? Сынып. Мынаның екі жағы бірдей уаң екен деп болмаңыздар. Өйткені мынаның астында біріншісінде ти. Біз бұл сөзді есімізде бар ма? 6-шы сабақта ши пән яуын. Немесе ши пән яю. Испан тілі дегендегі пән деген сөз осы. Ал бұл немене өзі жалғыз сынып класс дегенді білдіреді. Кәдімгі мектептегі, университеттегі кабинеттер, бән сынып деген сөз, жалпы. Так, келесі бізде Бейджин үйен дашү. Бейджин, үшінші, бірінші тон. Мысалы, мен түгіл тон белгісін оқимын. Бейджин үйен дашү. Пекин тіл университеті деген сөз. Бейджин үйен дашү. Бұл негізінен Пекинде Қытайдың университеттері негізі екі түрлі стандарттар. Мысалы, Айояу, Чубау, 98-5, 211. Бұл не? Бұл Қытайдың университеттері біріншісі, міне жерде ең бірінші реткі алғашқы президенттің программасымен болған, 1998 жыл 5 айдағы программамен болған үлкен атақты университеттер болады. Ал Айояу дегеніміз бертінгі кездегі 21-ші ғасырдағы, 21-ші жаңа замандық ғасырдағы құрылған үлкен программа. Бұл осы 21-ші ғасырдағы 100 университет деген сөз. Халықаралық деңгейде немесе осы бір ел ішіндегі өздерінің үлкен 100 университеті.
Сонда Қытайда бұл екі түрлі программадағы, екі түрлі стандарттағы университет. Ал кейбірісі мына жердегі Чубауға кіретін болса, кейбіреуі мына жердегі аяу 21 ғасырдағы. Мысалы, екеуіне бірдей кіретін университеттер өте аз. Сондықтан Бейжің әдетте кейде Бейжің Юэн Вэнхуа Дашу деген ол басқа тіл мәдениет, мына жерде Юэн Дашу тіл университеті. Сондықтан Бейжің Юэн Дашу біздің мына қазіргі осы әкеліп жүрген осы сіздердің оқып жатқан кітаптарыңыздың барлығы қарасаңыздар, барлығы осы университеттен шыққан кітаптар. Юэн Дашу тіл университеті. Бұнда негізінен көбінде негізінен шетел студенттерін, өзінің де студенттер бар, негізінен шетел студенттерін көп қабылдайтын университет. Бұл. Так, соңғы сөзіміз бізде Лин дейді. Лин деген фамилия. Біз осы алдыңғы жолдарында мысалы Ван деген фамилиядар оққамыз, Ма деген фамилия оққамыз. Мысалы Ван фамилиялы, Ма фамилиялы. Сосын кейін мысалы қазіргі бізде Лин фамилиялы. Мысалы біздің қазақтар руға бөлінетін болса, 100-ге бөлінеміз. Ұлы 100, орта 100, кіші 100. Сол сияқты Қытайларда өзіндік фамилиялар болады. Мысалы, бұл орыс халқында, Қытай халқында. Біздің қазақтар енді тегіндегі орыстың ықпалымен фамилия қабылдадық қой. Бізде негізі ұлы қызы деп айтылады. Ал енді бұл Қытайларда, мысалы, фамилия Ван, Ма, Лин кете береді. Көп бұларда. Негізінде үлкенірек фамилиялар, енді Ван деген фамилия үлкенірек болады, бірақ енді барлығы ұқсас, әркімнің өзінің тегіне байланысты. Сондықтан Лин фамилия. Бұл бізде фамилия болып табылады. Лин, екі му иероглифінен жазылып тұр. Му, екі му жерде Лин деп оқылады. Так, жақсы, міне біз сіздермен бүгін 12-ші сабақтың соңғы 6 сөзін аяқтаттық. Шин бірінші томмен жаңа деген сөз. Тоңшue, кластас. Тоңу, комталас. Бән, сынып. Бейжің Юэн Дашу. Бейжің Юэн Дашу. Пекин тіл университеті. Лин фамилия. Шин, тоңшue, тоңу, бән, Бейжің Юэн Дашу. Бейжің Юэн Дашу. Бейжің Шин, тоңшue, тоңу, бән, Бейжің Юэн Дашу. Лин. Жақсы достар, міне біз бүгін сіздермен 12-ші сабақтың толығымен 19 сөзін аяқтаттық. Алла қаласа келесі сабақта осы 12-ші сабақтың диалогын жалғастырамыз. Сіздерге сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.